Біз ғой қазақ болып болса Алланың берген жерімен айналыспаймыз, топырағымен. Неге Алла берді, осы топырақта бәрі бар. Осыған еңбек етіп, тер төгіп, жеміс алса, қаншама қуаныш, қаншама байлық болады. Осы жермен айналысуға қолымыз тимейді. Ал енді осымен топырақпен айналысуға басқа халықтар құмар ғой. Байлық осы жердің астында, үстінде. Осымен айналысуға мойнымыз бұрылмайды. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? YouTube-қа кіріп сіздің салған видеоларыңызды көріп тамашалап жатқан жайым бар. Сол бізде жұмыста жүрген, отпусқа бітті. Кеше бір цикл ден нос жасап келдім. Бүгін ноштан шығып Ақшаға барып. Ақтауда кеше 2 күннен бері жаңбыр жауып. Ақшаға барып, арам шөптерін жұлып, өсіп кеткен құлпынай теріп, үй жаққа шығып бара тұрмын, сізге жіберіп қояйыншы деп, ақшамның көрінсін дегендей. Сол құлпынайлардың бәрін арам шөптері бар, қураған шөптері бар, соның бәрін жұлып, жұмыс көп әлі. Сонда шаруа жасатқан жағдай бар. Бүгін сентябрьдің 13-і. Мынау алдындағы отырғызған клери көшеттен отырғызған сорт, КСД сорт. Бұғын отырғызғанымнан кетті бір 20 шақты күн болды. Осындай болып не жайлап өсіп жатыр. Бұның да тамырларынан радифарм деген препаратты беріп тамыр дамытатын сөйтіп жатқан жағдайым бар. Бұл жерде 360, осы 2 рядта 360 көшет бар. Бұйырса Құдай қаласа көктемде өнім беретін шығар деген ойдамын. Мына жақтағылар Кабрилла мен Альбион сорттары. Тоже биыл отырғызған. Бұларда жайлап осындай канистрада өсіп жатыр. Мына жақтары, екінші рядтағы тоже клери сорты. Мына жақтағы Кабрилла сорты бер жағындағы. Осындай жағдай. Алар ежевикалар. Ежевикалар өлімдерін алып болдық. Енді қысқа дайындық. Ертең бұлардың бәрін артық сабақтарын кесіп
тоже көмегім көп, удобрениесін беріп сөйтіп неғылам. Осы мына жақтағылар, мына ящиктегілер, бұл альбион сорты. Бұлардың іштерінде де осындай болып араларында кеше жаңбыр жауған. Осындай болып міне араларында беріп отқандары бар. Осындайлар болып. Жапырақтары осындай. Жапырақтары осындай болып, ірі болып беріп жатыр бәрі түгелдей. Араларында осындай міне бар екен. Кеше 2-3 күн болып теріп едім. Кеше 2 күннен бері жаңбыр жауып осындай болып тұр. Мынандай болып бергендер тағы да шығып тұр мында. Осы альбион сорты бұған биыл 2-ші жыл беріп жатқандарына. Мына жақтағы да альбион сорты, турецкий альбион, Турциядан заказ берген. Осыларды өйстіп тоже бұларда жайлап беріп жатыр. Ертең бірінші аяз күнге шейін береді. Осындай болып астарында беріп жатыр бұларда. Мынандай болып ірілігі осындай. Осындай болып беріп жатыр. Мына жақтағы Мурана сорты. 3 қатар Мурана. Бисмилля. Мурананы да жақсы берді. Осындай болып ірі болып беріп жатыр. Осындай міне. Мұнаның дәмі тәтті екен да. Альбионға қарағанда альбиондар кислолығы болады. Айны мынау. Осындай міне. Қазір жинап теріп алам. Яқтарда міне. Осындай ірілігі. Кете бір 20-30 грамм бар шығар бұларда. Осыны қазір теру керек. Осындай болып міне. Беріп атын пісіп кетті ма жақтар деген ұшы. Альбион сорты осындай. Жалпы бақшаның көрінісі осы. Мен қысқа дайындау керек. Үстін жаңағы нутросилмен ба бірдеңемен жауып аяздан қорғау үшін. Сонда нелер жасайтын шығармын. Жалпы осы. Так, бүгін сентябрьдің 13-і. Жаңағы терім теріп болдым. Осындай міне. Осындай бір кастрөлдің яласа кастрөлі шықты. Мынадан. Осындай табақ шықты. Примерно бір 4 килограммдай бар деймін осы. Одан көп болмаса. Осындай шығып теріп алдым. Алдында бұдан аз шығып еді. 2-3 килограммдай. Мұна бүгін 3-4 күннен кейін теріп едім. Кеше бір 2 күн жаңбыр жауып, дала күн бұлтты болып тұрды.
соның өзінде беріп жатыр әйтеуір. Жалпы осы көбісі ана мындай болып шіріп кеткен екен де, езіліп кеткен жаңбыр зығырдан баға жатып қалған соң тастадым. Мұнда жатыр жерлердің бәрін осының бәрін. Бұны қазір жинап алып бір малға берем. Бұның өзі безотходный материал ғой. Бәрі көгеріп кеткен мынандай болып не. Әбден піскеннен неден. Тағы бір-екі қалып қойыпты мұнларын. Жалпы осындай Альбион деген сорт, Мурана деген сорт жақсы екен. Дәмінде тәтті. Іште де біреу бар. Мына жағы не екен ғой, құрғыр. Жыл болыппын ғой. Мына жағы піспепті. Бүйтіп тұрасы жыла қойып едім. Ештеңе етпейді. Мал жейді ғой. Жалпы осы шіріген құлқынайлар ғой. Малға берейін деп жатыр. Екі ешкім бар. Осылар жейді осыны қалған. Клубника деп, клубнай деп. Солай, бұл жақтан гисарский қошқар. Менде қозылай алып едім. Гисарский қошқар бар менде. Солай, осы ешкіні сауам, бір ешкі бір семьяны асырайды екен. Осындай жағдай бар. Нуби деген порода ешкі мынау. Альпин убей ме, шатыс. Занен деген теккеге салып едім, содан шыққан екі лақ, осы енесі. Бірінші тума. Лақтарында мүйіздерін келіп тастағам, мүйіз шықпасын деп. Туылғаннан кейін деді, 6-7 күннен кейін. Жайлап ақ кетеді. Тұна тұрған мысығым. Осындай жағдай. Енді алдымыз күз келді ғой міне, алдымыз қыз. Соған дайындық болады. Жоғарыдағы жапқан сеткіні енді соған басында ортып жүрдім, соған қалай соны алсам болады, алынбайтындай қылып тартып сеткіні байлап ұстап едім. Енді оған ана степлер бар ғой, степлермен атып тартып тұрып сеткіні байлап едім ғой. Енді оны шешудің өзі бір жұмыста. Шешпей-ақ соны қалдырып қойсам қалай болады, бірақ қар болған кезде массамен үстіне түсіп жырт жібермей ма деген нелер келіп жатыр да. Қандай ақшаға сатып аласың. Жалпы 3-4 дұрыстап ұстасаң 3-4 сезонға жететін сеткі ғой. Біреулер айтады, үстіне нагревающий элемент дейді ғой, проводтар бар, соны төсеп тастап тоқ қосып қойсаң, жауған қар ериді ғой дейді да. Ол да вариант. Оны ойланып отырып, не істесем екен деп. Сол жалпы